друзья, мы продолжаем наш эфир и говорим добрый день всем тем людям, которые только что присоединились к нашему прямому эфиру. Телефон прямой линии 54 39 04. Также у нас есть номер WhatsApp, напоминаю еще раз, который вы видите на своих экранах. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы нашим гостям. Я думаю, они с удовольствием на них ответят. Так как обещали, в нашей студии появился первый блок гостей. Мы начинаем. А Жанара более подробно, я думаю, вам расскажет. Рахмет, я осындай тамаша көтеріңкі әсем әуенен кейін бағдарлама өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Студиямыздың көркі қызы бізге бірінші лектің меймандары да келіп жетті. Бүгін бір ерекше балаларға толы эфирдің бағдарламалардың бірі болары сөзсіз. Бүгін бізде қонақта Гүлбаршым Жаппасбаева дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының ақпараттық технологиялар бойынша орынбасары және информатика пәнінің мұғалімі және дәл осы мектептің 5-ші сынып оқушылары Нұрайлы Мақсұт, Елжас Мұхамеджан және Ернұр Нұрмұханбет. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Енді бүгін бір ерекше, тамаша, жағымды жаңалықпен, ақпаратпен келіп отырсыздар. Жақын арада осыдан бірнеше апта бұрын IT Skills деген байқау жоба әзірленген болатын. Сіздің оқушыларыңыз дәл осы байқаудың үздіктері атанып, жеңімпаз атанған болатын. Енді сәл осы байқау жайында шоу жасап, көрермендерімізді хабардар етсек. Жалпы 28-29 қазан аралығында Озат мамандандырылған лицейген мектебінде IT Skills ақпараттық технологиялар жөнінде жарыс өтті. Бұл тек қана 5 сыныптарға арналған. Бұл жарыста 4 бағыт бойынша. Бірінші бағыт веб-дизайн және әзірлеу, екінші бағыт графикалық дизайн, үшінші бағыт робот, яғни робот сума деп аталады, және де төртінші бағыт ол мұғалімдерге, яғни алып барған жетекшілерге арналған сайыс мобилография бойынша видеовизитка жасау. Сонда бір байқау? Бірінші күні, 28 күні біз таңертең бардық, тіркелдік. Содан кейін бірінші оқыту жұмыстары жүргізіледі. Оқушылар жеке-жеке өздерінің жаңағы жобалардың бағыттары бойынша кабинеттерге бөлінді. Өз бағыттары бойынша бірінші оқыту жұмыстары жүргізілді. Яғни Озат мамандандырылған мектептің информатика пән мұғалімдері үйретті. Бізге сол мектептің ұстаздары бірінші бағытта бізде оқушылардың ғылыми жұмыстарын дайындау бойынша үйретті. Яғни біз оқушылардың осы жасаған жобасын таныстыру ретінде видеовизитка жасау керектігіміз. Мобилография қазір өте дамыған, соның жаңағы нелерін сақтай отырып. Одан кейін, түстен кейін балалар жұмыстарын әрі қарай жалғастырды. Содан кейін 4 пен 6 арасында, сағат арасында жетекшілерге көмектесуге мүмкіндік болды. Сол кезде мен оқушылардың, яғни жасап жатқан жұмыстарын кейбір түсінбеген жерлерін түсіндіріп, қайтадан жұмыстарымызды дұрыстадық. Ал келесі күні, 29 күні бізде жеребе бойынша қорғау болды. Біз 8-ші болып қорғадық. Сосын түстен кейінгі мезгілде жариялады жеңімпаздарды. 8-ші болып қорғадық. Барлығы 11 команда қатысты, әрбір өңірден. Облыстық деңгейдегі. Рудный қаласынан, Жетіқара қаласынан, Қарабалық ауданынан 11. Бізбен 11 команда. Расымен де бұрын сонды IT бағыттағы байқаулар, олар көбіне 10-шы, 11-ші, немесе 9-шы сынып оқушылар үшін ұйымдастырылатын болатын. Ал бұл жолы жас өспірімдерге 5-ші сынып оқушыларға. Бұл 3-ші жоба деді, 3-ші IT Skills фестивалі деді, 3-ші рет өткізіліп жатыр. Енді әр оқушы өзінің бағытын таңдады, сол бойынша жоба әзірледі. Енді құрметті оқушылар, әр қайсыларыңыз өздеріңіздің бағыттарыңыз жайында қандай жоба әзірледіңіздер, сол жайында айта отырсақ. Нұрайлы, сенен бастасақ. Мен өз жобамды мен сайттар жасадым. Біз арнайы бір сайтқа жасап, сол жерде таңдап, және жазғанымызды сол жерге қойып, істеп отырдық. Бұл біздің командамыз туралы болатын. Сонда ол сайтты әзірлеп шығару сен ойына қайдан келді? Өз ойымнан, фантазиямыз. Яғни бұл бұрын сонды ойлап жүрген жобалардың бірі ғой, Жоқ, негізінде бұл жерде тақырып, жалпы барлығымызға тақырып, Ернұрдың бағыты робот болды, робот сума деп аталады, яғни роботты бір-бірлерімен күрестіру. Сол жерде негізгі тақырыбымыз біздің сол болды. Мысалы, мен видеовизитка сол бағытта жасаймын, сайтты роботқа байланысты жасайды. Келесі графикада да роботқа байланысты жасайды. Сол кезде бұл жерде Tilda деген дайын конструктормен бірінші үйретеді оқушыларға, сосын үйренгендерін өздерін жаңағы
креативность дейді ғой, өздерінің шығармашылықтарын қосып, өздерінің қосымша материалдарын қосып, фото деген секілді соларды барлық ақпараттарды өздері қосады. Яғни ішіндегі дизайн, айтқанда дизайнын өздері жасайды балалар. Енді бізде Нұралы арнайы сайтты әзірлеген, ұсынған, ал Елжас? Мен жобада графикалық дизайн бағытында жұмыс істедім. Мен өз командалық буклетін жасадым, ол жерде фотошоп жасадым. Әртүрлі фотоларды, графикаларды салып, содан фотошоп арқылы фото істеген. Ал қандай фотоларды, дизайндерді, немесе қанық түстерді қолдандыңыз? Мен интернеттен фотоларды, өзімнің команданың фотосын салған болатын. Толығымен өзінің қиялындағы, өзінің креативінен. Ал Ернұр? Мен осы робототехникаға мен бірінші базовый роботты алдым. Сосын менің бұрында бір әжен ауылда болғанда мені бір сиыр итеріп жүрді. Сосын оны бұқа қылып елестедім де, оған оның мүйізін істеп қойдым. Сосын оған күшті бір атты қойып қойдым. Қандай ат қойдың? Темір бұқа деп қойдым. Бірақ ол бүкілін итеріп жүрді, бірақ бұқаға осы ұқсамайды. Яғни сенің роботың жан-жануарлармен байланысты болды, иә? Бұл жерде балалар өздері роботты құрастырады, сосын роботқа программа өздері салады. Сол программаның көмегімен жаңағы барлық команданың роботтарын құрастырған, бір-бірімен сайыстырады. Яғни сумма деген бізде спорттық жарыс бар ғой, дәл сол секілді, бірақ робот сумма деп аталады. Яғни шекарадан кім итеріп жүреді, сол жеңімпаз атанады. Яғни бізде осы бағыт бойынша да Ернұр осы номинация бойынша бірінші орын алған болатын. Яғни өзін жасаған роботы, программалаған роботы, барлық роботтарды жеңіп шықты. Я расымен де өте бір қызық әрі танымды байқаулардың бірі бұл десе қателеспейміз, иә. Ал байқауымша бұл байқауға қатысу үшін алдын ала дайындық қажет емес, иә. Сол жерге барасыздар, сіздерді үйретеді, арнайы оқытудан өткізеді, содан кейін ғана жобалар әзірленеді, иә. Енді сіздер өздеріңіздің алдарыңызда қандай тапсырма күтіп тұрғанын білмейсіздер. Қорқыныш сезімі болған жоқ па, құрметті оқушылар? Қорқыныш сезімі кішкене болды, бірақ мен оған дайын болдым, өзіме сенімді болдым, жеңіске солай жеттіңіз? Иә, жеттім. Ал қарсыластарыңыздың дайындап жатқан жобаларын көрген кезде, олардікі менікінен жақсырақ шығуы мүмкін, сапалырақ шығуы мүмкін деген ой болған жоқ па? Менде осындай ой болды. Мен осы жарысқа бірінші рет қатысып жатырмын. Мен робототехника не екенін білген де жоқпын. Сосын сол жерге барғанда мен көзім ашылды робототехника. Иә, расымен де. Бұл жерде маған Нұралының қандай сайтты ұсынғаны жайында қызық болып отыр. Кішкене сол жайында толығырақ айтып бере аласың ба? Ол сайттан біз нені іздей аламыз, нені жүктей аламыз? Ол сайтта біз біріншіде мектеп туралы болған, мектебіміз. Екінші бағытта ол біздің командамыз туралы. Ал үшінші жерде кім не істеді сол туралы. Керемет. Я расымен 5-ші сынып оқушылары осындай IT технологияны меңгереді деп, енді сену қиынға соғып отырған секілді, я расымен де. Ал Гүлбаршын ханым, сіз өзіңіз мобилография курсы бойынша видео түсірдіңіз, енді сол жайында айтып берсеңіз. Негізі мен ондай курс өтпеген, өзімнің салам бойынша да көбінесе бізде оқушылар істейді ғой. Мен соткамен де жасап көрмеймін, бізге берілген тапсырма ұялы телефонда жасау болды, смартфонда жасау болды. Сол жерде өзімізге таңдадық, мен UCAD қосымшасын таңдадым. Біз түске дейін бос отырып қалдық, себебі видео жасау үшін бізге оқушылардың жұмыстары керек болатын, жоба барысында істеп жатқан, немесе өзіміз шығармашылық жағынан қандай да бір выступление жасау керек болатын, видеоға. Сондықтан түске шейін біз бос отырдық, жаңағы 4 пен 6 уақытында сол түсіретін видеоғымызды түсіріп, біздің бұл жерде видеодағы фишкамыз, креативтілігіміз, балалар TikTok-тың үзіндісінен алдық, балалар роботтың іс-қимылдарын іздеп, жаңағы экранды келіп Ернұр жабады, роботтың іс-қимылмен, сосын IT скетлспен бүйтіп
енді қазір өзімізбен бірге жоқ, IT Skittles-тың несімен, музыкасымен сосын бастадық. Солай ерекшеленді. Яғни сіздің де креативті видеоңыз басқа мұғалімдердікіне қарағанда ерекше атанып, үздік видеолардың біріне ие болды, иә? Бұл да 4 бағыт бойынша ғой, максимал 4 бағыт, сосын қорғау бойынша да бізде 30 балл болып бағаланды, барлығы 150 ұпай. Сол барлық команданың ішінен біз барлық бағыт бойынша ең жоғары ұпай алып, бірінші орынға ие болдық. Енді бұл жерде оқушылар жаңа қорқтық деп отыр ғой, негізі бұл жоба жайында бізге бірінші ақпарат жібереді ғой, біз өтінім жіберу керекпіз. Мен 5 сыныптарға сабақ берем. Бізде 1-ші тоқсанда ақпараттық кодтау, шифрлау деген тақырып болған болатын. Оқушыларды мен қалай таңдадым, яғни осы тақырыптарда логикасы мықты балаларды өзіме іліп алдым. Мысалға сабақ барысында мықты деген оқушыларды. Енді алдарыңызда отыр, үмітімізді ақтады. Яғни сыныптарыңыздан үздік атанып, тек қана мектептің үздігі ғана емес, сонымен қатар облыстың үздігі атанып отырған біздің жас мүмкін болашақ IT саласының мамандары шығар, иә? Мүмкін. Енді осыған дейін бұндай байқаудан басқа байқауларға, конкурстарға қатысып көрдіңіз бе? Дәл осы оқушылармен? Жоқ, біздің мектепте қана 5 сыныптан басталады ғой. Яғни бұл оқушылар жан-жақтан жиналып тұр осы 5 сыныпқа. Енді мұғалімдеріңіз сіздерді үздік деп таңдап алды. Қандай әсерде болдыңыздар? Мен кішкене таң қалдым, өйткені... Неге мені таңдады деп па? Иә, өйткені мен IT-да қатты бәрін білмеймін. Және де сабақта жақсы қатысам, бірақ солай таңдайды деп ойлаған жоқпын. Ернұр? Мені апайымыз ағай таңдады. Осы сабақтың үстінде отырғанда, сосын сабақ қоңырау болғанда, ағай маған келіп сұрайды, робототехникам күшті ме дейді. Сосын мен бүйтіп нормальный дейді. Осы ағай маған бірінші конструктірлік Minstones EV3-ні көрсетеді. Сосын мен таң қалам. Мен басқа робототехника деп ойласам. Иә, ал Нұрали? Мен өте қуанып, бірақ бір кездерде уайымдадым. Мүмкін жеңіп қала шығармыз. Дегенмен жеңіске жетпесеңдер де әлі 5-ші сынып оқушылары ғанасыздар. Осындай салаға енді аяқ басып келе жатқан жасөспірімдерсіздер. Егер де 2-ші, 3-ші немесе мүлдем орын ала алмай қалсаңыздар, бұл сіздер үшін бір өкінішті жағдай болмас еді деп ойлаймын. Иә? Ал енді мектептеріңіз қалай қарсы алды сіздерді? Біз 1-ші тоқсан аяқталу барысында болды ғой, 28 күні оқушылар тарады. Бізде 28, 29 демалыс күні болды. Оқушылар 1-ші тоқсан демалысына шығып кетті. Сонда оқушылар оқудан бөлек демалыс күндерін қиып, дәл осы байқауға қатысты. Яғни демалыс күндері пайдалы, қызықты, әрі танымды өтті деуге негіз бар. Алда әлі де осындай байқауларға қатысасыңдар ма? Иә, менде сонда ойда бар. Келесі жылы сондай басқа жобалар болса, соған қатысам деп ойдамын. Ал осы байқаудан кейін IT саласына деген қызығушылықтарын артты ма? Өте артты. Енді түсіндік не қалай болатын. Енді менде робототехникаға. Сонда Нұрали өзінің сайты бойынша жұмысты жалғастырады, Ернұр өзінің роботын ары қарай жалғастырады, ал Ернұр ары қарай Елжас, кешірім сұрайым, ары қарай өзінің графикалық дизайнын соңына дейін жеткізеді. Мүмкін болашақта дәл осы салалар бойынша маман иесі атанатын шығарсыздар, иә? Балалардың эмоциясына сөйлеп отырған сөздеріне қарағанда расымен де байқау, олар үшін бір ерекше байқаулардың бірі болған секілді, иә? Бұрын соңды мұндай байқауларға немесе басқа байқауларға қатысып көрдіңіздер ме? Мен бұрында 24-те КВН-ға қатысатынмын. КВН-нан бірден робототехникаға? КВН бірінші, екінші тур дейді ғой. Сол бірінші, екінші турға өтіп
ол кезде мектепте ана тжб бастады сол үшін өте алмадық. Иә, керемет расымен де. Сонда біздің Ернұр тек қана IT саласында ғана емес, сонымен қатар КВН-ға да қызығушылығы жоғары екен. Енді Гүлбаршын ханым, расымен де осындай игі бастамаларды, оқушыларды жарыстарға дайындап жүру. Енді сіздердің жұмыстарыңыз қағазбен тығыз байланысты, балаларға білім бересіздер, қағаздық жұмыстармен айналысасыздар. Оның сыртында осындай байқауларға оқушыларды дайындау қиын емес пе? Жоқ, егер де уақыт болып жатса, неге дайындамасқа? Сабақ барысында мен бірінші оқушылардан сұраймын. Әр кезде кім қатысқысы келеді, кім қандай бағытқа қызығушылық танытады деген секілді қатысам, мен үйренгім келеді деген балаларға не бермейміз, қарсылық білдірмейміз. Енді сіздер дарынды балаларға арналған мектеп-лицейсіздер. Сіздердің мектептеріңізде информатика пәні қалай оқытылады? Біздің мектеп гуманитарлық бағытта, негізінде информатика басқа мектептердегі секілді, қарапайым мектептердегі секілді аптасына бір рет өткізеді, бір рет қана кездесеміз. Ал былай қосымша сабақтар қарастырылмаған. Бізде көбінесе сол тіл сабақтары тереңдетіліп өткізіледі. Ну вот сегодня у нас самые лучшие, наверное, ученики этой школы, да, ребята победили. Есть такое выражение, что так сложилось, что на небе, да, звезды так у нас все это показали, сложились, и ребята выиграли. Звезды — это что у нас, Жанара? Гороскоп, конечно же, да, правильно? Ты кто по знаку зодиака? Мен егіз, близнецы. Я тоже близнецы, друзья, интересно. Ну, по нам видно. Жанара, уважаемые друзья, посмотрим, наверное, гороскоп. Наши коллеги подготовили. Прямо сейчас снимаем на экран, уважаемые друзья. Сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, енді екінші кезең қорытынды қорғау кезеңі. Жаңа бірер минуттық үзіліс барысында сіздердің қорғау ерекшеліктеріңіз жайында да естіп қалдық, біліп қалдық, сол жайында айтып отырсаңыз. Қорғауға да бізде 3 критерий бойынша қарастырылды. Біріншісі шешендік өнер оқушылардан және өзімнің де. Одан кейін екінші бізде команданың үйлесіп қорғауы. Яғни өзіміздің қиялымызға байланысты қалай біз шығамыз, ертегі қойып па, тағы сол секілді өзіміз білеміз. Сосын одан кейін үшіншісі креатив бойынша. Біз бұнда ерекшелендік. Сол бір күн бұрын 28 күні біз ата-аналармен ортақ чат аштық та, ақылдастық. Сол кезде маған оқушыларының ата-аналары осы роботты жалпы техника бағытын Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерімен, өлең шумақтарымен байланыстырып, бізге оқушылардың сөздерін дайындап берді. Мысалы, өнер білім бар жұртта, Елжас, сен сол бойынша өзіңнің жұмысыңды қорғадың, Ернұр? Мен өрмекші қылмысқа қарлығаш. Қарлығаш әңгімесі бойынша өзің жұмысын байланыстырып қорғады және де Нұралы? Әке мен бала әңгімесін байланыстырып отырып өзің жұмысын қорғады. Біздің негізгі бұл жердегі фишкамызда осы болған шығар. Және де біз соңында кел балалар оқылық деген өлең шумақты осы информатика роботпен байланыстырып, кейбір сөздерін өзгертіп, хормен аяқтадық. Керемет, расымен де осындай нәтижеден кейін қалай сіздер үздік атанбайсыздар дейміз, расымен де осындай оқушылардың, жас өспірімдердің бойында IT саласына деген қызығушылықты арттырып жүрген сізге біріншіден алғысымызды білдіреміз, және де жігіттерді тағы да осындай бір елеулі жеңістермен құттықтағымыз келеді. Егер де алда тағы да байқаулар болып жатса, біздің студия міндетті түрде сіздерді күтетін болады. Сол себепті бұл біздің соңғы кездесуіміз емес деп үміттенеміз. Сол себепті де уақыт жоқ заманда уақыт тауып келгендеріңіз үшін үлкен алғысымыз шексіз дегіміз келеді. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің бірінші лектің қонақтарымен сұхбатымыз өзінің логикалық қорытындысына келді. Алда әлі талай қонақтар бар, сол себепті олармен әсем әуезді сұхбат өрбіту үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Дорогие друзья, прямо сейчас музыкальная композиция. Совсем скоро в нашей студии появится второй блок гостей. Будет не менее интересно. Оставайтесь вместе с нами.